Мұғалімдер арасында кімдер ұлттық біліктілік тестін тапсырмайтыны белгілі болды. 30 және одан да көп жыл педагогикалық өтілі бар педагогтер ұлттық біліктілік тестілеуін тапсырудан босатылып, тек қызмет нәтижелерінің жан-жақты аналитикалық қорытындысын, яғни портфолиосын ғана тапсырады деп хабарлады оқу-ағарту министрлігі. Сондай-ақ ескі жүйе бойынша бірінші жоғары санаттары бар мұғалімдер жұмыс нәтижелерін жан-жақты қорытындылау арқылы педагог-модератор біліктілік санатына ауысса, онда УБД-дан босатылады. Сонымен қатар зейнет жасына шығуға 4 жылдан аспайтын уақыт қалған мұғалімдер аттестациядан босатылады. Оқу-ағарту министрлігі мұғалімдердің аттестациядан өту ережелерін өзгерістер енгізді. Бұл ретте педагогтердің ұсыныстары мен тілектерін ескерілді. Мысалы, бұрын еңбек өтіліне және тәжірибесіне қарамастан барлық мұғалім УБД тапсырса, енді жекелеген санаттар УБД-дан босатылады. Бұл үлкен. 30 жыл педагогикалық өтілі бар, зейнетке шығуға 4 жыл қалған мұғалімдерге де қатысты. Аттестация мұғалімдердің біліктілік деңгейін анықтау мақсатында өткізілетінін, оның нәтижелері бойынша оларға біліктілік санаттары тағайындалатынын немесе бекітілгенін және жалақының 30-дан 50%-ға дейінгі мөлшерлерінде ай сайынғы үстемақы төленетінін атап өтемін, деді Оқу-ағарту министрлігінің орта білім комитеті төрағасы Гүлмира Каримова. Аттестациядан өту кезеңдері де қайта қаралды. Бірінші кезеңде мұғалімдер білім беруді ұйымдастыру барысында біліктілік бағалаудан өтеді. Одан кейін өз қызметі нәтижелерінің жан-жақты аналитикалық қорытындысын тапсырады, яғни ол портфолиосын сараптамаға ұсынады. Келесі кезең ол ұлттық біліктілік